Саламатсыңдар ма оқушылар? Үшінші сабақ Шоқан мен мүсінші бала. Қайталаймыз. Мен мүсін жасаймын. Сен мүсін жасайсың. Сіз мүсін жасайсыз. Ол мүсін жасайды. Балалар, қосымшаларға назар аударып жаттап алайық. Жаңа сөздер. Мүсінші, мүсінші. Танымал, танымал. Әлем, әлем. Оқушылар, олай болса берілген суретке қарайық. Берілген суретте екі адам бейнеленген. Біріншісі Шоқан Уәлиханов, екіншісі мүсінші бала. Астындағы сөздерді қайтала. Мүсін, мүсін жасау. Мүсінші, танымал. Әлем, ол әлемге танымал мүсінші. Балалар, бұл жерде мүсін жасау, мүсінші, ол әлемге танымал мүсінші деп біз Шоқан Уәлиханов атамыздың қасында тұрған кішкене мүсіншіні айтып тұрмыз. Яғни кішкене адамды айтып тұрмыз. Соған назар аударайық. Ал Шоқан Уәлиханов ол ғалым, қазақ халқының тұңғыш ғалымы, алдыңғы сабақта өткен болатынбыз. Оқушылар, бірінші тапсырмаға назар аударамыз. Мәтінді тыңда, сұрақтарға жауап бер. Яғни мәтінді тыңдағаннан кейін 3 сұраққа жауап береміз. Бірінші сұрақ. Шоқан жазғы демалыста қайда келді? Екінші сұрақ. Шоқан ауылда кіммен танысты? Үшінші сұрақ. Шоқан мысыққа не үшін көмектесті? Екінші тапсырма. Тірек сөздерді пайдаланып, мазмұнын өз сөзіңмен айт. Тірек сөздер. Жазғы демалыс, дарынды бала, жақсы көру, көмектесу. Осы сөздерді пайдалана отырып, мәтіннің түсінігін, мазмұнын өз сөзімізбен айтып беруге болады. Үшінші тапсырма. Мәтінді рөлге бөліп оқыңдар. Мына мүсіндерді кім жасады? Мен жасадым. Керемет, сен атақты мүсінші боласың. Оқуға барасың ба? Әкем де, шешем де жоқ. Қалай барамын? Қорықпа, мысық, мен саған көмектесемін. Шоқан мысықты Ресейге өзімен бірге алып кетті. Кейін мысық әлемге танымал мүсінші болды. Балалар, бұл жерде мәтінде, яғни мүсінші бала мен мүсінші баланың есімі мысық екен, суретте көріп тұрғандай. Екінші Шоқан Уәлиханов, екеуі сөйлесті. Мына мүсіндерді кім жасады деп Шоқан Уәлиханов сұрады. Мүсінші бала, яғни мысық мен жасадым деп оған жауап берді. Яғни Шоқан Уәлиханов оның мүсініне тәнті болып өзімен бірге алып кетіпті. Төртінші тапсырма. Көп нүктенің орнына тиісті сөздерді қойып жаз. Яғни балалар, жаңа біз үшінші тапсырмада мәтін оқыдық. Шоқан Уәлиханов пен мысықтың өзара әңгімесін оқыған болатынбыз. Төртінші тапсырманы сол мәтін бойынша жасаймыз. Керекті сөздер. Әлемге танымал мүсінші, мүсін, мысықпен, Ресейге. Сөйлемдердің орнына, сөйлемдердегі көп нүктенің орнына тиісті сөздерді қоямыз. Шоқан ауылға келгенде кіммен танысты? Қай сөз дұрыс келеді? Мысық не жасайды? Қай сөз дұрыс келеді? Табамыз. Шоқан мысықты қайда алып кетті? Кейін мысық кім болады? Яғни
тиісті сөздерді қоямыз. Қазір мен дұрыс жауапты шығарамын. Жазғаның бойынша салыстырып көр. Сен тапсырманы дұрыс орындадың ба, немесе жоқ па? Оқушылар, 4-ші тапсырманы дұрыс орындадыңдар ма? Көп нүктенің орнына тиісті сөздерді дұрыс қойдыңдар ма? Мен берген жауаппен салыстырып көр. Егер барлығы дұрыс болса, онда сен жарайсың. Балалар, егер сабақ ұнаса, каналға жазылып, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпа. Сау бол, келесі кездескенше.